Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 157-ші сабақты қарастырамыз. Берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тікбұрышты үшбұрыш, перпендикуляр түзулер сызамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Өрнектің мәнін есепте дейді. Кер Булычев алдағы 100 жыл деген кітабында болашақты бағдарлай алған барлық өрнектердің мәндерінің қосындысын тап. Сонда кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың қай жылына тап болғанын білетін боласың дейді. Яғни 34-ті 12-ге көбейтсек 408 болды. 1568-ді 16-ға бөлсек 98 болады. 788-ді 2-ге көбейтсек 1576 болды. Енді осы өрнектердің мәнін қоссақ 2082 болды. Яғни кітаптың кейіпкері Коля Наумов болашақтың 2082 жылына тап болған екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Бұрыштарды өлше, бұрыш түрлерін ата дейді. Бірінші бұрыш АВС бұрышы 140 градусқа тең, бұл доғал бұрыш. Екінші HQI бұрышы 20 градусқа тең, сүйір бұрыш. Үшінші MON бұрышы 90 градусқа тең, бұл тік бұрыш екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Бұрыштардың өлшемін жаз. Берілген бұрыштардан 25 градусқа үлкен бұрыштар сыз дейді. Яғни А, С және В бұрышы 40 градусқа тең екен. Яғни осы бұрыштан 25 градусқа үлкен бұрыш сызу үшін 40-қа 25-ті қосамыз, 65 градус. Яғни А1, С1, В1 65 градусқа тең болады. Келесі DEF бұрышы 115 градусқа тең екен. Осы берілген бұрыштан 25 градусқа үлкен бұрыш сызу үшін 115-ке 25-ті қосамыз, сонда 140 болады. Яғни D1, E1, F1 бұрышы 140 градусқа тең болады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтары 4 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш сыз дейді. Яғни АВ қабырғасы 4 см, ВС қабырғасы 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш саламыз. Яғни бұл үшбұрышымыз 90 градусқа тең. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Әр үшбұрыштың бұрыштарын өлше, әр үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын тап, қорытынды жаса дейді. Яғни бірінші А, С, В үшбұрышына қарайық. Бұл үшбұрыштың әр бұрышы 60 градустан екен. Әр бұрышының қосындысы 180 градусқа тең. Келесі FDE үшбұрышының бір бұрышы 65 градусқа, бір бұрышы 90 градусқа, келесі бұрышы 25 градусқа тең екен. Бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. Келесі I, Ж және H үшбұрышының әр бұрышы әртүрлі екен. Бір бұрышы 35 градусқа, бір бұрышы 125 градусқа, бір бұрышы 20 градусқа тең екен. Барлық бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екен. Енді бұл жерден мынандай қорытынды жасауға болады екен. Үш бұрыштардың барлық бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады екен. Ендеше есімізге сақтап алайық. Кез келген үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатынын білеміз. Келесі алтыншы есепке назар аударайық. Транспортердің көмегінсіз бұрыштардың өлшемін анықта дейді. Енді үш бұрыштардың белгісіз бұрыштарын табайық. Ол үшін белгілі бұрыштарын қосып алып, 180 градустан азайтамыз. Себебі үш бұрыштардың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатын. Яғни бірінші үш бұрышта 50 градусқа 70 градусты қосып аламыз, 120 градус болады. 180-нен 120-ны азайтсақ 60 градус. Яғни белгісіз С бұрышы 60 градусқа тең екен. Келесі екінші үш бұрышта белгісіз Е бұрышын табу үшін
55 градусқа 50 градусты қосып аламыз. 105 градус. 180-нен 105 градусты алсақ, 75 градус. Яғни Е бұрышы 75 градусқа тең екен. Келесі үшінші үшбұрышқа қарайық. Бұл жерде белгісіз бұрыш Г бұрышы. Яғни Г бұрышын табу үшін 80 градусқа 40 градусты қосамыз, 120 градус. Оны 180 градустан азайтсақ, 60 градус. Яғни белгісіз Г бұрышы 60 градусқа тең екен. Келесі жетінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Көлік дөңгелектерінің бұрылу бұрыштарын өлше. Суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады дейді. Яғни көлік дөңгелектерінің бұрылу бұрыштары А бұрышы 70 градусқа, В бұрышы 115 градусқа тең екен. Суреттен тағы қандай бұрыштарды өлшеуге болады дейді. Яғни қарама-қарсы тік бұрыш бар мына жерде, және оның асты жағындағы қарама-қарсы бұрыштарды өлшеуге болады екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Яғни амалдардың орындалу ретін анықтап алып, өрнектердің мәнін есептеп табамыз. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. А нұсқасына назар аударамыз. Екі жұмысшы бірге 90 мың теңге еңбекақы алды. Бірінші жұмысшы 2 апта, ал екіншісі 4 апта жұмыс істеді. Егер күнделікті бірдей еңбекақы алатын болса, онда олардың әрқайсысының еңбекақысы қанша? Алдымен есептің қысқаша шартын жасап аламыз. Бірінші жұмысшы 2 апта жұмыс істеген, ал екінші жұмысшы 4 апта жұмыс істеген. Екеуі бірге 90 мың теңге еңбекақы алған. Егер екеуі күнделікті бірдей еңбекақы алатын болса, онда олардың әрқайсысының еңбекақысы қанша дейді. Бірінші жұмысшының еңбекақысын және екінші жұмысшының еңбекақысын табамыз. Ол үшін алдымен 2 аптаға 4 аптаны қосып, екі жұмысшы барлығы неше апта жұмыс істегенін тауып аламыз. Яғни 2 жұмысшы 6 апта жұмыс істеген екен. Енді 90 мыңды 6-ға бөліп, бір күнде неше теңге тапқанын тауып аламыз. Яғни бір күндегі еңбекақысы 15 мың теңге екен. Енді 15 мыңды 2-ге көбейтіп, бірінші жұмысшының еңбекақысын тауып аламыз. Сонда бірінші жұмысшының еңбекақысы 30 мың теңге екен. Енді 15 мыңды 4-ге көбейтіп, екінші жұмысшының еңбекақысын тауып аламыз. Яғни екінші жұмысшының еңбекақысы 60 мың теңге екен. Яғни бірінші жұмысшы 30 мың теңге, екінші жұмысшы 60 мың теңге еңбекақы алады екен. Келесі осы 9-шы есептің ә нұсқасына қарайық. 25 метр сымның массасы 700 грамм. 2 орам сым алынды. Бір орамда 30 метр сым, екіншісінде одан 15 метр артық. Әр орамның массасы қандай дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. 25 метр сымның массасы 700 грамм екен. Яғни 2 орам сым алынған, бірінші орамда 30 метр сым бар, екінші орамда белгісіз. Біріншіге қарағанда 15 метр сым артық екен. Яғни алдымен екінші орамдағы сымды тауып аламыз, одан кейін барып, әр орамның массасын табамыз. Ол үшін 30-ға 15-ті қосып, екінші орамда неше метр сым барын тауып аламыз. Яғни екінші орамда 45 метр сым бар екен. Енді 700-ті 25-ге бөліп, 1 метр сымның массасын тауып аламыз. Яғни 1 метр сымның массасы 28 грамм екен. Енді 30 метр сымның массасын табу үшін 30-ды 28-ге көбейтеміз, 840 болады. Ал 45 метр сымның массасын табу үшін 45-ті 28-ге көбейтеміз, 1260 болады. Яғни бірінші орамдағы сымның массасы 840 грамм, екінші орамдағы сымның массасы 1260 грамм екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле, өрнектің мәнін тап дейді. Жақшашылған 128 көбейту 12, азайту 1200,
жақша жабылған, қосу 3225 бөлу 15 көбейту 62, азайту 328 көбейту 25 бөлу 5 деп өрнек құрып аламыз. Одан кейін осы өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтап алып, өрнектің мәнін табамыз. Сонда өрнектің мәні 12026-ға тең екен. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Өлшемдері бірдей 3 қораптың массасы әртүрлі. Кіртасы жоқ табақшалы таразының көмегімен олардың массасының өсу ретіне қарай орналастыр дейді. 3 рет өлшеуді қолдануға болады. Ол үшін алдымен таразының екі басына бірінші және екінші қораптарды қойып салыстырамыз. Егер бұл қораптардың қайсысы ауыр болса, онда сол қорапты үшінші қораппен салыстырамыз. Яғни бірінші қорап ауыр болса 3-пен салыстырамыз, егер екінші қорап ауыр болса 3-пен салыстырамыз. Келесі бірінші өлшенгендегі жеңіл жәшікті үшінші жәшікпен салыстырамыз. Яғни осылай 3 рет өлшеу арқылы өлшемдері бірдей 3 қораптың массасын анықтап, олардың массасын өсу ретімен орналастыруға болады екен. Келесі 12-ші есепке назар аударайық. Бұрыштарды сыз дейді. А нұсқасына қарайық. АВС бұрышы 130 градусқа тең. СОМ бұрышы 76 градусқа тең. МАК бұрышы 100 градусқа тең. ЛОР бұрышы 145 градусқа тең екен. Яғни АВС бұрышы 130 градусқа тең, СОМ бұрышы 76 градусқа тең, МАК бұрышы 100 градусқа тең, ЛОР бұрышы 145 градусқа тең. Осындай бұрыштар сызамыз. Енді Ә нұсқасына қарайық. Ә нұсқасында осы берілген бұрыштардан 10 градусқа кіші бұрыштар сыз дейді. Яғни 130-дан 10-да азайтсақ 120 болады. 76-дан 10-да азайтсақ 66 болады. 100-ден 10-да азайтсақ 90 болады. 145-тен 10-да азайтсақ 135 болады. 145-тен 10-да азайтсақ 135 градус болады. Яғни бұларды бірінші үшбұрышты А1, Б1, С1 деп белгілейік. Бұл үшбұрыш 120 градусқа тең. Келесі С1, О1, М1 бұрышы 66 градусқа тең. Келесі М1, А1, К1 бұрышы 90 градусқа тең. Келесі Л1, О1, Р1 бұрышы 135 градусқа тең. Яғни осындай үшбұрыштарды сызып аламыз. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп басуды ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптармен сіздерге көрініп тұратын болады.